Қайырлы күн, құрметті ханымдар, ханшайымдар, көздеріңіз көріп тұрғандай әдемі кеспе көже жасадық. Ал кеттік. Ал кеспе көжені ең оңай жолын мен сіздерге көрсетіп түсіндіргім келіп отыр. Мен бұл жерде қазір сіздерге өздеріңіз көріп тұрғандай мен сиыр етін салдым. Сүйегімен, әрине сүйегімен болса бізде тағам дәмді болады. Мінекей, міндетті түрде осы парақшаға жазылып қойыңыздар. Алдағы уақыттарда әдемі тағамдармен, салаттармен сіздерді қуантатын боламын. Бұйырып жатса міндетті түрде сіздерді ұмытпай барлығын салып тұратын боламын. Жақсы, кеттік. Өздеріңіз көріп тұрсыздар, бір қайнағандан кейін көбігін аламыз. Кішкене тағы бір шым-шым өздеріңізге қажетті керек дегендей тұзыңыз салып алыңыз. Одан кейін өздеріңіз көріп тұрсыздар, міндетті түрде тұзын салып, тағы да қосымша ретінде мінекей қара бұрышты да салып қойдық. Бізде етіміз қайнап, балбырап, мінекей пісті деп тұр. Дәмін тағы да көріп жіберіңіздер. Мен өзімнің дайын тұрған картопымды салып жатырмын. Картоп піскеннен кейін мен өзімнің алдын ала кесіп дайындап қойған өзімнің кеспем бар, өзім қолыммен тураған. Міндетті түрде оның барлығын сіздерге көрсететін болам. Енді қазір мен етімді алып жатырмын, сүйегінен ажыратып, әдемілеп турап дайындап қоям. Тағы да бір айта кетейінші, мен сіздерге алдында да айтқан болатынмын, бір жақсы өзімнің күнделікті қолданып жүрген мінекей осындай ыдыстарға арнайы салып қоямын. Өзімнің зажаркам бар. Сол зажарканы қалай жасау керек, оның барлығын мен сіздерге көрсетемін. Міндетті түрде мейрамханадағыдай тағамдарыңыз тез дайын болсын десеңіз, жолдасыңызды келген кезде тамағыңыз соның алдында дайын тұрсын десеңіз, бұл рецепттің барлығын міндетті түрде бір қарап шығыңызда тез үйреніп аласыз. Жақсы, кеттік. Зажарка туралы кейін айтамын. Мен сіздерге мінекей қазір міне зажаркамды салып қойдым. Одан кейін қазір бір қайнағаннан кейін өздеріңіз көріп тұрғандай менің кеспелерім дайын тұр. Әдемілеп кептіріп, жақсылап, мінекей мынандай осындай ыдысқа салып қойдым, сынбасын деп. Осы кеспемнен жақсылап салып жіберемін, тұз бұрышымды көріп аламын. Бағанағы өздеріңізбен алған менің етім бар болатын, етімді жақсылап турап аламын. Мінекей әдемі балдай дәмді кеспе көже дайын болайын деп тұр. Бұл сиыр етінен жасалған кеспе көже, тауық етінен де жасайым десеңіз, міндетті түрде осы парақшаға жазылып қойыңыз. Жазылып қойып, өзіңіздің қандай қалаған келесі рецепті ұнатасыз, соны ұмытпай жаза кетуді ескеріңіз. Жақсы, ал қыздарым менің, өздеріңіз көріп отырсыздар, мен қазір сиыр етін дайындап қойған сиыр етін салдым. Бізде тағамның тұзын бір рет көріп жібереміз. Бізде әдемі болып, балдай болып, мінекей көріп тұрсыздар ғой, мөлдіреп біздің сорпамыз дайын болды. Мінекей сорпамыз дайын болды. Әдемілеп мен ыдысыма қазір құйып аламын. Ой, керемет қылып мен ішетін боламын. Міндетті түрде сізде жасап көріңіз. Жолдасыңызды, жанұяңызды қуантсаңыз болады. Ал барлығымызға ас болсын. Парақшадан алыстамай, келесі рецепті қарай отырыңыз. Мен сізді күтем. Барлығыңызға ас болсын. Ханшайымдарым, ханымдарым, сіздерді келесіде күтетін болам. Жақсы, сау, саламатта болыңыздар. Бағалап кетуді ұмытпаңыздар.